пайғамбар алейхиссалам айтады, достың ең ішіндегі шынайы достың бойында мынандай 3 қасиет болады дейді. Демек бұл хадистен түсінгеніміз, біздің өмірімізде жалпы дос көп болады. Елдің бәрі ой досым деп сөйлейді, ой мен мына доспен араласам дейді, басқа дейді. Бірақ солардың ішіндегі шынайы достың бойында мына 3 қасиет болады. Осы 3 қасиет кімде болса, сіздің шынайы досыңыз сол болады. Қалғандар жай фон. Өзінің бір мақсат үшін, бір көздеген мүддесі үшін жүрген болуы мүмкін, жаныңда дос болып. Уақытша дейді оны. Бұдан түсінген достар демек көп адамда, қоғам болған екен, адамда жанында адам көп болады. Бірақ солардың ішінде астын сызып тұрып, сен үшін ерекше достың бойында жаңағы 3 қасиет болады екен. Бірінші қасиет ол не? Саған кемшілігіңді айтып жүреді, өзің айыбыңды. Екіншісі сен туралы ғайбат сөйлетпейді ешкімге. Үшіншісі өзіне тілеген саған тілеп, кей жағдайда өзіне де ауыр болып тұрса да, бірақ саған жеңілдік тілейтін, уақытын бөліп деген сияқты. Сол шынайы дос дейді пайғамбар алейхиссалам.